Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі нәзік болып дайындалатын балды торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, сода, жұмыртқа, қант, бал және сары май. Ыдысқа жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып қоямыз. Қызып тұрған қазанға балымызды саламыз. Оның үстіне содамызды салып, екеуі реакцияға түседі. Араластырамыз. Оттың асты жай болу керек. Қызарып, көпіріп келе жатқаннан бастап жұмыртқалы массамызды құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Осындай түске айналған соң оттың астын өшіріп, сары майымызды салып, ерігенше араластырып тұрамыз. Илектен өткізілген ұнымызды салып, араластырып тұрамыз. Өте жұмсақ қамыр илейміз. Одан соң қамырымызды 5-6 бөлікке бөліп суытып аламыз. Бөлінген бөліктерді жайып шығамыз. Табамызға пергамент қағазын жайып, қызып тұрған 180 градус пеште 5-7 минут пісіріп аламыз. Корждарымыз пісті, толықтай суытамыз. Артық жерлерін торттың жанын, бетін әсемдеуге қойып қоямыз. Тортымызды жинауды бастаймыз. Балды тортқа мен қайнатпалы кремді пайдаландым. Оның сілтемесі жоғарыда көрсетіледі. Және описанияға да сілтемесін қалдырып қоямын. Корждардың кесілген шеттерін оқтаудың көмегімен немесе блендермен майдалап алсаңыздар болады. Тортымыз осындай болды. Балды тортқа міндетті түрде салафан кигізіп, оның сыртынан матамен орап, бөлме температурасында қойып қою керек. 1 күн немесе 6 сағатқа. Сол кезде торт өте жұмсақ, нәзік, әдемі болып кесіледі. Видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.